Ең алдымен мен 9 класста оқығанда мектепте қоңырау кезінде фортепианоның алдына отыра саламын да. Мен ол кезде көптеген музыка тыңдайтын едім, FKJ сияқты, Bruno Mars'ты. Көптеген өзімнің ұнайтын музыканттарды солардан шабыт тапқанда ең басында сол ән шабыт беріп саған. Джазовый стилде болған да, шамалы. Иә. Сосын Сенің демоларың туралы айта берейік. Соны есіме сақталдым да, үйге келгесін шамалдан соң көкеге көрсеттім. Иә. Бірнеше демоларыңды күнде шығарып, мына осындай демо деп отырғанымыз жаңағы әннің қаңқасы ғой. Болашақ үлкен өңделген ән болып шығатын дүниенің қаңқасы. Соны Мансұр күніне бірнеше әннің қаңқасын дайындап, бір осы өзінің сүйікті музыканттарының шығармашылықтарымен шабыттанып, көке сізге де осындай бір ән жазып көрейін деп ниеттеніп жүрмін деп, біраз дүниелерін көрсетіп, осы халықтың көрерменнің назарына ұсынатын лайықты дүние арасындағы осы шығар деп кешегі әнді аяқтап жасаған болатын. Біз бұл әнді таңғы 4-те салдық. Таңғы 4-ке дейін бұл жігіт тура мен болыпты негізі. Мен 15 жасында дәл осы Мансұр сияқты. Мамалардың есінде енді, мамалар біледі ғой. 4 болсын таңғы, түнгі 3 болсын, таңғы 5 болсын, таңғы 6 болсын, түнгі 2 болсын, уақыт деген мен үшін тіптен жоқ. Ас бөлмеге кіріп алып, ас ішетін бөлмеге кіріп алып, барда осы мен өлең айтып жүрем, ұмытып кетем тіпті үйде кісілер ұйықтап жатқанын. Сөйтіп жүрген кезде талай бұл кісілерді ояттық қой, талай.